Әлем әдебиетіне үлес қосқан қазақ. Қазіргі таңда кітап оқу өте жеңіл. Оқығың келген кітапты Google-ға салып кеп жіберсең, неше түрлі нұсқалар шығады. Осылай көп кітап оқитын жастардан детектив деген жанрды сұрасаң, ауыздарынан сілекейлері құрып, тәптіштеп түсіндіріп береді. Жалпы детектив деген жанр әдебиеттегі ең қызық, қорқынышты, шиеленісі мол жанр болып келеді. Әлем әдебиетінде ең танымал болған детектив жанрында жазылған оқиғаны еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін білетін Шерлок Холмс және доктор Ватсон деген шығарма. Бұл кітапқа әлемдік кинематография басты назар қойып, әртүрлі нұсқаларын түсіріп тастаған. Бұл кітаптың авторы детектив королі деген мақтауға лайық болған. Ал детектив жанрында жазатын детектив ханшайымы атанған Агата Кристи деген жазушы бар. Оның да «Убийство в Восточном экспрессе», «10 негритят» деген кітаптары әлемге миллиондаған тиражбен сатылған. Бұл кітаптар бойынша да көптеген фильмдер түсірілген. Ал сіз білесіз бе, қазақтың да әлемдік әдебиетке, яғни детектив жанрына қосқан зор үлесі бар екен. Ол қазақтан алғаш шыққан детективтің атасы атағына ие болған Кемел Тоқаев деген жазушы, соғыс ардагері. Қазіргі Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әкесі. Көбіңіз ол кісінің кітаптарын оқымағанда боларсыздар. Амал қанша, көп ізденбеген кінә өздеріңізден. Әлемдік детективті ұнататын адам қазақ детективін оқысаңыздар, ынтық болып қалар едіңіздер. Сонымен барлығын рет-ретімен түсіндіріп берейін. Кемел Тоқаев жастайынан ата-анасынан ерте айырылған, жалғыз тіреуі ағасы екеуі ғана қалады. Оларды күштеп жетімдер үйіне алып кетеді. Сол жақта өмірге пісе бастаған Кемел бозбала болып жүріп, қиыншылықтан көз ашылмайды. Әне-міне деп жүргенде адамзаттың берекесін алған екінші дүниежүзілік соғыста басталып, Кемел майданға аттанып кетеді. Жарайды, биографиясын ғаламтордан іздеп оқып алсаңыздар болады. Сонымен Кемел Тоқаевтың әлем әдебиетіне қосқан қандай үлесі бар деп отырған шығарсыздар. Біле білсеңіз, жоғарыда айтып өткеніндей, қазақтағы ең алғаш детектив жанрында жазған автор. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаған детективтің атасы десек артық айтқанымыз болмас. Дәл осы детектив жанрында жазуға түрткі болған, соғыста көрген неше түрлі шытырман оқиғалар. Ең алғаш детектив жанрында жазған кітабы қазақ полицейлерінің ерен еңбегін көрсеткен Тасқын атты шығармасы бар. Ең қызығы, Кемел Тоқаевтың «Солдат соғысқа кетті» кітабында соғыстағы жас солдаттың белгісіз өлімі туралы жазады. Сол заманда қызыл әскердің ішінде немістерге сатылып кеткен қаншама сатқын тыңшылар болған. Олар жайында кітап қылып жазу былай тұрсын, бір ауыз сөз айту өзіңді өлім жазасына кескенмен тең болатын. Сондай сатқындар туралы, олардың жасырын қылмыстары туралы жазған. Ондағы ең қызық жерлерінің бірі, қазақ баласы жанында жүрген адамның тыңшы сатқын екенін біліп қояды. Бірақ сатқын қазақ баланы бірден өлтірмейді, абақтыға қамап қойған жерінен өлтіріп кетеді. Ол өлімді ешкім білмеді де, естімеді де. Сол күйі кім өлтіргені беймәлім болып қала берді. Қызықтыра алсам, кітабын алып оқып көрсеңіздер болады. Кемел Тоқаев Атаман Дутовтың да өлімі жайында негізгі факттерге сүйене отырып жазған шығармалар бар. Бірақ ол кезде кеңес үкіметі тарапынан қатал цензураның құрбаны болады. Міне, осындай қызықты сахналардың авторы әлемдегі ең үздік детективтерден артық болмаса, ешқандай кемшілігі жоқ қазақтың да туындысы бар. Сол кітап 49 мың дана тиражбен сатылған. Жазушылар таң қалып, сол заманның үздік жазушысы болған тіпті Мұхтар Әуезовтің де кітаптары мұнша сатылмаған дейді. Қорытындылай келгенде, Кемел Тоқаев бірде-бір кітабын ойынан шығарып, жасанды оқиғалардан құрап жазған емес. Сол себепті оның әр кейіпкері болған әрбір оқиғалары шынайылығымен жүрегіңді тілімдеп тастайды. Қазақтың тағы бір маңдайына біткен тұлғасы осы Кемел Тоқаев. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының атасы. 9 ауыз сөздің тобықтай түйіні қазақтың қолынан әлемдік әдебиетті де бағындыру келеді екен. Қазақ әдебиетіндегі жоқ жанрды алып келіп, негізін қалаған Кемел Тоқаевтың баласы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті Қазақстанның негізін қалайтынына сенуге болады.